Адамның кейбір ағзаларын ауруға байланысты немесе апат болған жағдайда алып тастауға тура келеді. Яғни ағзаны толықтай немесе жартылай алып тастайды. Адамның қай ағзасын алып тастаса өмір сүруге болатыны жайлы айтатын боламыз. Жүректі толықтай алып тастаса өмір тоқтайды. Жартылай да алып тастауға келмейді. Тек кейбір патологияларда, ақауларда жүрек қақпақшаларын ауыстыру мүмкін. Яғни адамның өзінің қақпақшасында туа пайда болған немесе жүре пайда болған ақаулар пайда болып, оның орнына механикалық немесе биологиялық қақпақшалар орнатады. Механикалық қақпақшалар адамда 15-20 жылдай төзімді болады. Операциядан кейін адам күтінуі керек. Қан сұйылтатын дәрілерді дәрігердің бақылауымен үнемі ішуі керек. Тромб пайда болмас үшін қан сұйылтатын дәріні үнемі ішкендіктен ол асқазанға зиян келтіреді. Эрозия, жара пайда болуына ықпал етеді. Гастроэнтеролог бақылауында болуы керек. Қан құрамындағы тромбоциттерді де тексеріп тұру керек. Ал биологиялық клапандар жануарлар немесе адам тінінен жасалады. Бұл қақпақшаларды қондырғанда қан сұйылтатын дәрілерді үнемі ішпеуге болады. Бірақ механикалық қақпақшаларға қарағанда қызмет ету мерзімі қысқа болады. Екінші, бауыр. Бауырды толықтай алып тастаса өмір тоқтайды. Ал кейбір ауруларда, ісіктерде, оқыс жағдайларда, апаттарда жартылай алып тастаса, бауыр өзінің бастапқы қалпына өсіп шығады. Ол туралы өткен видеода айтқан болатынмын. Операциядан кейін бауырға күтім жасау керек. Дұрыс тамақтану, зиянды заттарды тұтынбау сияқты. Үшінші, өкпе. Өкпе жұп ағза болып табылады. Жұп ағза болған соң бір өкпені алып тастаса, адам қалған бір өкпемен өмір сүре береді. Өкпеге түскен кейбір ісіктерде, апат болған жағдайларда өкпені алып тастауға тура келеді. Өкпені алып тастағаннан кейін оған да күтім қажет. Көп шаршамау, ауыр жұмыс істемеу, шаңды жерде жұмыс істемеу, темекі тартпау сияқты күтім керек. Көк бауыр. Көк бауырды талақ деп те атайды. Адамның көк бауырын толықтай алып тастаса өмір сүре береді. Көк бауыр біздің ағзамызда иммундық жүйеге қатысады. Көк бауырды эритроциттер моласы деп те атайды. Күні жеткен эритроциттер осы көк бауырда жойылады. Сонымен қатар қан қоймасы болып саналады. Лимфоциттер өндіруге қатысады. Кейбір ісіктерде, қанның ауруларында, көк бауыр ұлғайғанда, жарақат алып жатылғанда көк бауырды толықтай алып тастауға болады. Көк бауырдың жұмысын бауыр өз қызметіне алады. Ұйқы безі. Бұл ағзаны жартылай немесе толықтай алып тастаса, адам өмір сүре алады. Ұйқы безінде кисталар болып, олардың асқынуында, қатерлі ісіктерде, жедел панкреатиттерде, некроз болғанда, апатты жағдайларда ағзаны жартылай немесе толықтай алып тастайды. Бұл ағзаны толықтай алып тастаған жағдайда дәрігердің айтқанын бұлжытпай орындау керек. Қатаң диета ұстану, дұрыс тамақтану, ферменттік препараттар, гормонды дәрілер ішу керек. Яғни өмірінің соңына дейін ас қорытатын ферменттік препараттар мен қандағы қантты реттейтін гормонды дәрілер ішу керек болады. Ұйқы бездің анатомиясы мен физиологиясы жайлы арнайы видеода көрсететін боламыз. Асқазан. Ас қорытуға қатысатын, асты сақтайтын қойма, яғни депо болып саналады. Асқазанды жартылай немесе толықтай алып тастаса, адам өмір сүре береді. Қатерлі ісіктерде, жараларда,
перфорацияда, яғни жара немесе басқа серлердің тесілуінде, пенетрацияда, яғни асқазан жарасының басқа ағзаға мүшелерін зақымдауында, қан кетуде оны алып тастайды. Асқазанның пилорикалық бөлігін немесе кардиялық бөлігін, денесін немесе толықтай алып тастауы мүмкін. Алып тастағаннан кейін адам диета ұстап күтіну керек, қатаң түрде. Егер толықтай алып тастаған болса, онда тамақты сұйық түрін аз мөлшерде кішкентайдан ішіп отыруы керек. Бүйрек, жұп ағза. Организмде қанды зиянды заттардан тазартады, артериялық қысымды реттейді, несеп түзеді және тағы басқа функцияларды атқарады. Бүйрек қабынуында, инфекцияларда, қатерлі ісіктерде, жарақаттарда бүйректі алып тастауға тура келеді. Бір бүйректі алып тастаса, қалған бір бүйрекпен өмір сүре береді. Кей жағдайларда адам өзінің сау бүйрегін донор ретінде басқа мұқтаж біреуге беруі мүмкін. Ал екі бүйрегі бірден істен шықса да, адам гемодиализдің көмегімен өмір сүреді. Аптасына 2-3 рет гемодиализ жасап, 10-15 жылдай өмір сүруі мүмкін. Адамның денсаулығына қарай. Өт қабы. Адам өтті алып тастаса, өмір сүре береді. Өт бауырда орналасқан алмұрт тәрізді мүше. Бауырдан шығатын өт осы өт қабына келіп құйылады. Содан кейін 12 ішекке келіп құйылады. Егер өт қалтасында көлемі үлкен мөлшерде ертуге келмейтін тас болса, хирургиялық жолмен алып тастайды. Содан кейін бауырдағы өт 12 ішекке бірден құйылады. Операциядан кейін адам диета ұстап күтіну керек. Құрт тәрізді өсінді, аппендикс. Тоқ ішекте орналасқан. Оны алып тастаса да адам өмір сүре береді. Құрт тәрізді өсінді лимфа бездеріне бай болады. Ол қабынған кезде толықтай алып тастау керек. Операциядан кейін адам өзінің қалыпты өмірін сүре береді. Тек операция орны жазылғанша ауыр көтермей, артық қимыл жасамай күтіну керек. Тоқ ішек. Адам тоқ ішегінің жартысын немесе толықтай алып тастаса да өмір сүре алады. Тоқ ішектің қатерлі ісігінде, жарақаттарда, емдеуге келмейтін жағдайларда жартылай немесе толықтай алып тастауға тура келеді. Кей жағдайларда тік ішекпен бірге алып тастайды. Сондай жағдайда іштен тесіп, стома жалғап қояды. Сол арқылы нәжіс арнайы қапқа жиналады. Солай адам өмірін жалғастыра береді. Қуық асты безі. Адам қуық асты безін алып тастаса да өмір сүре береді. Қуық асты безінен бөлінетін сөл сперматозоидтардың қозғалуына жағдай жасайды. Қуық асты безінің ісігінде, яғни аденомасында адам зәр шығара алмай қалады. Себебі зәр шығарушы түтікті бітеп тастаған соң операция жасап алып тастауға тура келеді. Қуықтың үстінен тесіп катетер орнатып қояды. Сол арқылы зәр қапқа жиналады. Солай адам өмір сүруін жалғастыра береді. Бұл айтылғандардың бәрі тек жалпы түсінік беру, ақпарат беру мақсатында айтылды. Назар аударғандарыңызға рахмет.